Ассалаумағалейкум. Бүгін біздерде мына регулятор давления воды, яғни судың қысымын азайтады деген контроллер, регулятор деп айтса болады. Яғни ішінде мына жағы выход болса, мына астында мына жерден вход, мына жерге вход беріледі. Мынамен регулировка жасалынады, қысымын азайтасыз, көбейтесіз дегендей. Ішінде резинка болады, силиконовый. Соның қызметімен жасалынатын зат. Мына жерден вход кіреді, сол сияқты. Мынау да тура сондай, тоже ортасы вход. Оң жағы мынау выходымыз біздің. 20-лық, размер 20-лық болып келеді пластиковый трубаға, диаметрлік. Ішін ашып қарасақ, қазір резинкасы жәнегі силиконовый жұмсақ болып келеді. За счет этого бұл судың қысымын азайтады. Мына жерде 2 щелчокпен қатырылған. Осындай болады. Негізі суреттерінде тұрады, өзі монтаж қалай жасалыну керек. Соны көріп жасасаңыздар болады. Выход, мынау вход, осы жерге подача, мына жерге шығатын жағы. Шеттеріне сары хомуттармен қыстырылған.